Қайырлы күн. Бүгін қатпарлы самса жасаймыз. Ол үшін бізге 250 мл суға 1 шай қасық тұз, 2 ас қасық сұйық май керек. Және 450-500 граммдай бізге ұн керек болады. Барлығын бірінші тұз бен сұйық майды қосып жақсылап араластырып аламыз да, оған ұнды салып илейміз. Қамырды илеп болғаннан кейін қамырымызды 10-15 минутқа дем алдырамыз. Содан кейін қамырды алып, жақсылап, жайып аламыз. Қамырымызды жайып алғаннан кейін бізге закрома деген сары май 82%, соны ерітіп алып, қамырымыздың үстіне осылайынан жағып шығамыз. Қамырымызға сары майды жақсылап жағып, бір ұшынан орай бастаймыз. Орап болған қамырымызды 10-15 минутқа пакетке салып, холодильникке сары май қатқанша салып қоямыз. Начинкасына 250 грамм фарш, 3 бас пияз, тұз, бұрыш, приправалар қосамыз. Сосын біз холодильниктегі қамырымызды алып, осылай кесіп, порция жасап аламыз. Қамырымызды жайып, ішіне начинкасын салып, осылай 3 бұрышты етіп түйеміз. Бәрі дайын болды. Енді духовкаға 180 градусқа 20-30 минутқа қойып қоямыз. Қатпарлы самсаларымыз дайын болды. Осымен жасап көріңіздер. Өте дәмді, жұмсақ, қатпарлы, ауызға салса ерейтіндей дәмді самса болып шықты. Жасап, істеп көріңіздер. Тамашалағандарыңызға